Жыл басынан бері 9 ай ішінде көлік оқиғалары көбейген. Бұл мәлімет кәмелетке толмағандарға тікелей қатысты. Ішкі істер министрлігінің дерегіне сәйкес осы аралықта 2378 жол көлік оқиғасы тіркелген. Соның салдарынан 2826 бала жарақат алып, 181 бүлдіршін көз жұмған. Министрлік келесі жылдан бастап мектептерде жол ережесін үйрететін арнайы пән енгізбек. Біздің министріміз үкімет сағатында да, үкімет отырысында да үкімет басшысына ұсыныс енгізді. Үкімет басшысы қолдап, жаңа ағарту министрлігіне тапсырма берді. Келесі жылдан бастап жеке осы пән ретінде 23 жылдың 1 қыркүйегінен бастап енгізу туралы ұсыныс енгізілді. Бұл Елордадағы Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектеп. Білім беру мекемесінде жол ережесіне қатысты ашық сабақтар жиі өтеді. Мұғалімдер оқушыларға жол жүру қағидаларын тәжірибелік сабақ түрінде түсіндіреді. Себебі мұндай тәсіл оқушыларға барынша ұғынықты. Кейбір мектептерде бірден балалар жүгіріп шығып жатады, жаяу жүргіншілер өтпесі жоқ болып жатады. Мүмкін оқушылардың білмеуінен сондай бір жағдай болған кезде жолда жүру ережесінің күнделікті өмірде күн сайын өте қажет екені, маңызды екені біз байқаймыз. Сондықтан да жолда жүру ережесін әрине аптасына 3 рет болса да арнайы бір пән ретінде енгізсе де артық болмайды деген ойдамын. Бүгінде еліміздің барлық мектебінде жол жүру ережесіне қатысты әдістемелік сабақтар өткізіледі. Оның өзі аптасына 1 рет қана болады. Бастауыш сыныптарға 6 сағат, ал 5 және 8 сыныптарға 10 сағат бөлінген. Жолда жүрген кезде бағдаршамға мұқият қарау керек. Қызыл түс жанса не істейміз, балалар? Тоқтаймыз. Сары түс жанса не істейміз? Жақсы. Көшедегі жол ережесін білесің бе? Иә. Не білесің, айтып берші, білетініңді. Жасыл жанғанда жүреміз, қызыл жанғанда тоқтаймыз, ал сары жанғанда дайындаламыз. Бесік оттан жүру керек. Қисық жолдан машинада асықпау керек. Көшеде жүргенде құлап қап кеуге болмайды. Құлап түсеміз, естімейміз, машина езіп кетеді. Қызыл жанғанда тоқтаймын, сары жанғанда дайындалам. Жолда жүрген кезде жүгіріп өтуге бола ма? Жоқ. Не үшін? Өйткені машина қағып кетуі мүмкін. Балалар арасында тіркелген жол көлік оқиғалары жыл сайын көбейіп барады. Оған басты себеп жолда жүру қауіпсіздігінің дұрыс сақталмауынан болады. Соған орай жауапты мамандар бұл мәселе жіті бақылану керек дейді.